Так, бағандарды салыстыру керек. Енді біз 21 мен 35-ті көбейтістер керек дейміз. 7, 3, 7, 5 деп. Содан кейін бұл бағана 19 деген жол жуық шамамен 21-ден кіші. Сондықтан 7 мен 3-тің көбейтіндік деп жуық шамамен ала берсек. Ал 28-ді 4 пен 7-дің көбейтіндік деп аламыз. Сол кезде 7, 5, 4-тен артық болады осы кезде. Сонымен А бағаны Б бағаннан артық. Яғни калькуляторсыз осылай шығаруға болады. Екінші есепте біз А квадрат минус Б квадратты А минус Б, А плюс Б тең 20 деп жазып алсақ, А минус Б 2-ге тең. Теңдеулер жүйесін құрамыз. Осы жерден А минус Б-ның орнына 2-ні қоямыз. Сол кезде А плюс Б бізде 10-ға тең болады. Енді әрі қарай тағы теңдеулер жүйесін құрсақ, А плюс Б 10 болса, А минус Б 2 болады. Екі жүйені қосып жіберсек, онда 2А тең болады. Бұлар қысқарып кетеді. 12-ге А тең 6 болады. А 6 болса, онда Б 4-ге тең. Жауап жауап болады. А минус 4-ті біз 3-тің 4 дәрежесі деп аламыз. 81-ді екеуін теңестіреміз. Осы жерде А-ның минус 4 дәрежесі ол 1 бөлінген А-ның 4 дәрежесі тең 3-тің 4 дәрежесіне. Демек 1 бөлінген А 3-ге тең болса, А бізде 3-тен 1-ге тең. Енді орнына қойсақ 3 көбейтілген 3-тен 1, оның 4-тен 1 дәрежесі тең болады. 1-дің 4-тен 1 дәрежесі деген сөз. 1-дің кез келген дәрежесі 1-дің өзіне тең. Жауап Д болады. Төртінші есепте түзу сызсақ, А, Б, С, Д нүктелері келесі ретпен орналасқан дейді. Ретмен орналастырайық. А-сы 10-ға тең болатын болса, Б-ді 15-ге тең. А-ды 22 дейді. Жалпы 22 болса, онда мына С мен Д-ның арасы 12-ге тең болады. Мына жаққа А мен Б-ның арасы 7-ге тең. Бізге Б-сы кесіндісінің ұзындығын табу керек. Енді А-сы 10 болса, А, Б 7 болса, Б-сы бізде 3 болады. Жауабы 3 метрге тең. Оқушы қағаздан 4 фигура қиып алған екен. Тік бұрыш, квадрат, квадрат, дөңгелек және үшбұрыш деген осы 4 фигура. Енді оларды тізбекте орналастырған екен. Тік бұрыш және дөңгелек үшбұрыштың сол жағында болса дейді. Мына жаққа үшбұрыш салық болса, оның сол жағына 2 фигура тұрады. Либо тік бұрыш және дөңгелек дейді. Екеуін осы сол жағында орналасса, немесе бірінші дөңгелек, одан кейін тік бұрыш орналасуы мүмкін. Мына жақта 10 жағында квадрат нақты орналасқан. Квадрат сүйеткі фигура емес дейді. Дөңгелек үшбұрыштың қасында емес дейді. Демек, квадрат сүйеткі болмаса, квадрат онда бізде ол да сол жақта орналасады екен. Ең бірінші квадрат тұрады. Одан кейін дөңгелек үшбұрыштың жанында болмауы керек, дөңгелек екінші, содан кейін үшбұрыш. Бізде мына рет дұрыс болады. Яғни квадрат, дөңгелек, тік бұрыш, үшбұрыш деген Б жауабы болады. Алтыншы есепте 23-ші тұрған фигура қайсы табу керек? Бізде 5 түрлі фигура. Демек 23-ті 5-ке бөлеміз. 23-ті 5-ке бөлген кезде 3 қалдық қалады. Яғни 3-ші тұрған фигура бізде үшбұрыш. Жауап С болады. 1 килограмм картоп N теңге, 10 килограмм сәбіз М теңге болса, онда К килограмм картоп пен П килограмм сәбіз қанша тұратынын анықтау керек дейді. Бұл жерде 1 килограмм N теңге болса картоп. Енді 1 килограмм сәбіз. Ол бізде М бөлінген 10 болады. Енді К килограмм картоп дегеніміз, енді біз оны К-ны 1 килограммның бағасына N-ға көбейтеміз, қосамыз. П-ны
n бөлінген 10-ға көбейтеміз. Енді сол кезде ортақ бөлімге беретін болсақ 10 kn плюс pm бөлінген 10 болады. Жауабы А болады. 8-ші есеп. Бұл жерде салыстыру керек, қайсы ретімен ең үлкен санды табу керек екен. Енді альфаға 4-ті қоссаң, бетадан 1-ді азайтсаң, 2 өтен дейді. Демек, бізде альфа бетадан кіші. Енді бетадан 1-ді азайтсаң, ол гамманың 3-ті азайтқанынан 2 тең болса, онда бета бізде гаммадан кіші болады. Енді гамманы салыстыратын болсақ, гаммадан 3-ті азайтсаң, фиға 6-ны қосу керек дейді. Демек, бұл жерде гамма фидан үлкен. Сондықтан ең үлкен сан бізде гамма болады. Так, L-ға x бөлінген 2, L-ға y бөлінген 3, L-ға z бөлінген 5 дейді. Салыстыру керек дейді. Енді x пен y-тің қосын дейді. Бұл жерде енді біріншілерден пропорция жасайтын болсақ, 3L-ға x тең болады 2L-ға y-ға. Осыдан барып, L-ға x-тің кубы тең болады L-ға y-тің квадраты. X куб тең y квадратқа. Y табатын болсақ, түбір астында x куб. Екіншіден 5L-ға y тең болады 3L-ға z дейді. Енді осы жерден L-ға y-тің 5 дәрежесі тең болады L-ға z-тің кубы. Яғни y-тің 5 дәрежесі z-тің кубына тең. Y табатын болсақ, онда 5 дәрежелі түбір астында z-тің 3 дәрежесі. Енді салыстырайық, x пен y-тің көбейтіңіз дейді. Так, бұл жерде x пен y-тің көбейтіңіз, x табатын болсақ, x табаса, x деген сонда 3 дәрежелі түбір астында y-тің квадраты. Яғни x-тің орнына қоямыз. Немесе y-тің 3-тен 2 дәрежесі. Y-тің 3-тен 2 дәрежесі көбейтілген y. Ал бұл бағанына z табатын болсақ, онда y-тің 5-тен 3 дәрежесі болады. Y көбейтілген y-тің 5-тен 3 дәрежесі. Y-тәрді қысқарып беретін болсақ, енді салыстырайық. 3-тен 2 үлкен ба, әлде 5-тен 3 үлкен ба? Енді 3-тен 2 мен 5-тен 3-те салыстыратын болсақ, ортақ бөлімге келтіреміз. Пропорция жасаймыз. Енді 10, 9. Демек 19 үлкен. Демек 3-тен 2 үлкен. А бағаны Б бағанынан үлкен болады жауабы. 10-ші есепте Мұқағалидың кітабының қанша беттен тұратындығын табу керек. Жалпы 552 цифр қолданылса дейді. Және де кітап бірден басталса, онда бір қосылған, бір көбейтілген 9 бет, қосылған 2 көбейтілген 9, қосылған бұл жерде өзі 2 көбейтілген 90, қосылған 3 көбейтілген x тең болады 552. 3x тең болады енді 552, алынған 189. 3x тең, так, 363, x тең болады 121. Енді x 121 соңында жалпы бет тауысын 9 плюс 90 плюс 121 тең болады 220. Жауабы 220 бет екен. 11-ші есепте 7 бөренесі бар екен. 7 бөренені 5 бөлікке бөлу керек дейді, әр қайсысын. Енді
бір рет кесу үшін 1,5 минут уақыт жұмсайтын болса, онда барлық жұмысқа қанша уақыт жұмсайды дейді. Енді бір бөренені 5 бөлікке бөлу үшін біз оны 4 рет кесеміз. Яғни 4 көбейтілген, жалпы 7 бөрене бар, көбейтілген 1,5 минут уақыт. Сол кезде бізде 42 минут шығады екен. Жауап С. 12-ші есеп сызбаға қарау керек. Содан кейін өз суретімен жазуымыз керек. Машина санының. Енді ең төменде 2003 жылы екен. 4 машина сатылған. Одан 2004-те, 2005-те және 2008-де 8 машина ғана сатылған екен. Олардан кейін барып 14 машина сатылған 2017 жылы. Содан кейін 16 машина сатылған 2009. Ең соңында 20 машина 2006 жылы сатылған екен. Осы ретпен орналастырамыз, сонда жауап Е жауап болады. Так, 13-ші есеп дейді. Қатыспаған оқушылар саны қатысқан оқушылардың 8-ден 1-ін құрайды дейді. Демек, пропорция алатын болсақ, онда x бөлінген 8x деген сөз ғой. Енді жалпы оқушы ол x қосылған 8x, 9x-қа деген. Енді қатыспаған оқушылардың жалпы оқушылардың қандай бөлігін құрайды десе, біз x-ті 9x-қа бөлеміз. Демек, 9-дан 1 бөлігін құрайды екен. Жауап Б. 14-ші есепте белгілі бір заңдылықпен орналасқан дейді. X пен y-ті x-қа бөліп, оған 5-ті қосқанда қандай сан шығады екен. Жалпы заңдылық бойынша төменнен бастасақ, әрқайсысын 2-ге көбейтіп отыр. Сонда x бізде 4 болады. Мына жақта y 12 көбейтсек 20 болады. Енді есеп шарты бойынша 20-ны 4-ке бөліп, оған 5-ті қосуымыз керек, сонда 10 шығады. Жауап Е. 15-ші есепте боялған үшбұрыштың квадраттың ауданының қанша процентін құрайтынын табу керек. Енді үшбұрыштың ауданы бізде табан көбейтілген биіктік. Табаны бізде 4-ке тең, биіктігі 8-ге тең. Көбейтіп көйлем, сол кезде 16 шығады. Ал квадраттың ауданы бізде 8 көбейтілген 8, 64. Енді 16, 64-дің қандай бөлігін құрайды? Әрине ол 25%-ін құрайды. 16-ші есеп батпырауық бар екен, ол жерден 60 метрді. Яғни жер болса 60 метр биіктікте батпырауық тұр. Мына жерде. Мына 60 метр. Енді бірақта енді ұсталған лентасы жермен мына жерде 30 градуста негізі осы жерде байланып тұр батпырауық лентасы. Бізде лентаның ұзындығы қанша метрді құрайтынын табу керек. 30 градусты құрайтын болса, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузынан жартысын құрайды. Демек 60 болса, лента ұзындығы 2 есе көп болады. 120 метр болады. Жауап Е болады. 17-ші есепте теңдеулер жүйесін құруымыз керек. Яғни ABCD деп белгілесек, 4 марка сатып алды. Енді француз маркасын қоспағанда басқа маркалардың жалпы құны 40 теңге дейді. Яғни B қосылған С плюс D тең болады 40 теңге. Неміс маркасын қоспағанда А қосылған С қосылған D тең болады 45 теңге екен. Болгар маркасын, яғни А қосылған Б қосылған D тең болады 44 теңге құрайды. Польша маркасын, яғни А плюс Б плюс С тең болады 27 теңге екен. Енді бізге Польша маркасының құнын табуымыз керек. Енді жалпы бүкіл жүйені қосып жүрсек барлығын, сол кезде бізде 3A, 3B, 3C, 3D тең болады 156
6-ға тең. Енді барлығын 3-ке бөліп жүрсек, А қосылған Б қосылған С қосылған Д тең болады 52 болады екен. Төртеуіне 52 теңге жұмсайды. Енді бізде Польша маркасының құны десе, бізде Д-ны табу керек. Бізде А қосылған Б қосылған С 27 болса, онда Д тең болады 52 минус 27 тең болады 25 теңге екен. Жауап А болады. 18-ші есепте 6 шабадан және 6 кілт бар дейді. Қайсысы деген белгісіз, енді табуымыз керек. Енді кем дегенде неше рет тексеру жасау керек дейді. Бұл жерде біз енді жолымыз болмайтын адам ретінде қарастырсақ, мысалы 6 кілтті кез келген бір шабанынға тексерсек, 5 рет тексердік 5 кілтті. 5-еуі де келмей қалса, 6-шы автомат түрде келеді. Демек 5 рет тексереміз. Одан кейін қалған шабандарға өзі 1 кілт кетті, 5 кілт, оның біз 4 рет тексереміз. Жолымыз болмайды деп есептеп отырмыз. Одан кейін 3 рет, содан кейін 2 рет, содан кейін 1 рет. Сол кезде 15 рет тексереміз. Жауап Е болады. 19-ші есепте сұрақ белгісінің орнындағы сандарды табу керек дейді. Енді 12 мен 16-ның арасы 4 болса, 16 мен 14-ның арасы минус 2, яғни плюс 4 минус 2 деп жүріп отырамыз. Сонда 18 мына жерде минус 2 болса, мына жерде плюс 4. Мына жақтан 20-дан кейін минус 2 болса, ол 18 болады. 18-ге 4-ті қосық 22, 2-ні азайттық, минус 2 болады. Мына жерге плюс 4, 24 болады. 24. Демек 18 және 24 деген сандар. Б жауап болады. 20-ші есепте бізде арбаның дөңгелектері берілген, алдыңғы және артқы дөңгелектері, радиустары әртүрлі. 32 км жол жүрген кезде қай дөңгелек қанша рет айналатынын табу керек. Енді 32 км дегеніміз, біз оны сантиметрге айналдыруымыз керек. Бірінші метрге айналдырсақ 32.000 метр болады, ал сантиметрге айналдырған кезде тағы да 2 нөл қосатын болсақ, онда 3.200.000 сантиметр екен. Енді бізде бірінші R1-іміз бізде 80 бөлінген пи болса, жалпы шеңбер ұзындығы бір айналым жасағанда оның жүретін жолы 2πr формулаға салатын болсақ, 2π көбейтілген радиус 80 бөлінген пи. Демек 160 сантиметр жол жүреді екен бір айналымға. Сонда n1-ді табатын болсақ, 3.200.000-ды бөлеміз 160-ға. Сол кезде 160-ға бөлсек 20.000 шығады. 20.000 айналым жасайды екен. Енді R2 дегеніміз ол бізде 160 бөлінген пи болса, бұл дөңгелектің бір айналымда жүретін жолы 2π 160 бөлінген пи 320 екен. 320 сантиметр. Енді n2-ні табатын болсақ, 3.200.000-ды 320-ға бөлеміз. Сол кезде 10.000 шығу керек. Жауап 20.000 мен 10.000 деген вариант. Е жауап болады.